сіздерді көріп тұрғанымыздан қуаныштымыз. Мінекей біздердің оқушыларымыз да көрдіңіз ғой, сіздерге көріп қуанып көп мағлұматлар алып жатырыпты. Енді мен де бүгінгі шеберлік сабағымды өтейін. Мархамат құрақ құрау өнерінің сақалаушысы сипатында мен осы жұмысты алып барып жатырмын, қосымша жұмысты. Құда қалесе сіздерде келешегіміз болған жастарға үйретіп жатырмын. Өздеріңіздің хабарыңыз бар. Мінекей мына қыздар, ішінде тігетін қызлар бар, соның ішінде тігіп отырған мыналарды тіккен қызлар да бар, және құрақлары бар іште. Соларды тіккен қызларымыз да бар. Соларды мен айтып өтпекшімін. Мысалға, құрақ құрау өнері бұл ата әжелерімізден келе өнер болып есептелінеді. Оның еш нәрсесі жоқ жерден, жоқ заттан бар қылып пайдаланған. Себебі киген киімлерінің, көне киімлерінің бүтін жерлерін алып бір-біріне біріктіріп, бір-біріне ұшластырып, геометриялық фигураларға салып, оны ұқсас реңлеріменен қойып, тігіп, аяғының астына көрпешелер, жататын көрпешелерін, дастықларын, қала берді балалары оқуға баратын болса сөмкелерін, осы құрақлардан пайдаланған. Киімдерінің тозбаған жерлерінен, бекем жерлерінен алып, қиып пайдаланып барған. Ал енді кейін келе бұл сол уақыттан біз осы уақытқа шекем бұны сап халында былай бұлжытпай орынлап алып келдік, сақлап келдік та, енді соны рауажландырып жатырмыз. Біздер соның енді қазір біз бұрынғы құрақлар, енді мысалға мынаның ішінде тұрған жұлдызша құрақларымыз, мінекей мына жұлдызша құрақларымыз бұрыннан ата-бабамыздан кеткен құрақтар, сіз бәріңіз де білесіз. Арғы ернектегі қошқар мүйізлер бар, ата-бабамыздан кетірген құрақлар. Олар аңсат, құралуға да аңсат. Түйекөз құрағы бар мына жерде. Ал енді біздер соны рауажландырып, мынандай қабырға құрақларға алып келіп жатырмыз. Әркім өз білгенін қағаздарға сызып соның размерлерін шығарып, өлшемдерін шығарып, сондай құрақларды шығарып жатырыпты. Кейінгі дәуіріміздегі құрақларымызда, ал бұрыннан аталарымыздан, әжелерімізден кетірген мінекей гүлжайды құрақларымыз бар. Құрақтың да түрлері көп. Бірнеше түрлері бар. Мысалға мен мына жерде көрсетіп өтейін, мына жерде мынаны қошқар мүйіз құрағы деп айтады. Мен мемлекетте бар бұл қошқар мүйіз. Мына құрағымыз гүлжайды құрағы. Мына құрағымыз түйекөз құрағы. Көрініп тұрыпты өзінен ақ. Мынау жұлдыз құрақ. Кейінгі мынау жаңа айтып отырған қабырға құрақларымыз. Бұлардың әр қайсысының атамасы менен қосылып, бұлардың әр қайсысының мәнісі де бар, мағанасы да бар. Бұл құрақ құрағанымызда бұл көп неге біз өзімізге көп затларды алуымызға болады. Мысалға, құрақ құрап отырып миың рауажланады. Ойлау қабілеті, миың демалады, және ол рауажланады, және ядлау қабілетлері жақсы болады. Себебі анадан кейін мынаны тігуім керек қой деп ядлап отырасың ғой. Сондай ядлау қабілетлерінде бұл рауажландырады. Ал және былайша айтқанда бұл, мысалға мына қабырға құрақ деп жатырмыз ғой қазіргі. Бұлар бір-біріне жабысып беріп тұр ғой, бұл берекетті, ырысқы несібені бұлай бір-біріне ауызбіршілікте шақыратуында мәнісілері бар. Тағы да үйіңде жайнап тұрса, мынау ішке келгеннен, мысалға қар үйге кіргеннен жайнап тұрыпты ғой, мысалға көрініп тұрыпты. Ал бұл да тіл көзді шақырады, тіл көзден де сақлайды. Сондай қасиетлері де бар. Мысалға адамның келесел назері басқа затқа түседі ғой, сен адамға түспейді. Көрініп тұрған, айналада тұрған құрақларға түседі. Үйіңе де қып-қызыл қылып, сары, қызыл, жасыл, көклер, реңлерді қойып тұрып, көрпешені төсеп қойсаң, жайнатып қойсаң, үйіңе келген адамда келіп, саған бірден қарамайды ғой, ана көрпешеңе, ямаса құрап қойған құрағыңа түседі да. Сондай тіл көзді қайтаратуында қасиетлері бар. Бұл құрағымыздың айланып келгенде әрмен тәрбиялық характері де зор. Бұның тағы да пайдалансақ шырайлы, мысалға гүлжайды құрағын, әнекей құрап, көрпеше құрап қойсаң, төсеп отырсаң, оның мәнісі айтып тұрады да. Сенің өмірің гүлдей жайнап тұрсын, сенің өмірің гүллердей болып ашылып тұрсын деген мәністі де ол адамға тілек тілеп тұрады да. Сондай.
тағы да бір ашыласып қалсаң, құраққа қарап отырсаң, өзіңнен өзің кеуілің көтеріледі, зейінің ашылады да. Ал енді тағы бұл қаридің ішінде құрақлардан айтып өтетін болсам, міне өздеріңіз білесіз, қоржын театрға тікпен. Қоржыны ата бабамыздан келтірген. Бұрынғы дәуіріміздің пайдаланған сомка. Бұны иініне салып, қоржын азық түліктерін салып пайдаланған уәжі. Бұл көрпелер, көрпешелер, астына көрпешелер төсесе, үстіне құрақтан құрап көрпе түзеткен. Онан кейін екі адам жататұғын, ерлі зайып жататұғын дастықлар болған. Дастықларын қасларын құрайтұғын болған құрақпенен. Тағы да өзінде құрайтұғын болған. Мысалға шымылдықларды құрайтұғын болған. Қызлардың жасауларына қосатұғын шымылдықларды құрайтұғын болған. Қызларымыз ұзатылатын кезінде 6-7 жасынан бастап қолына ине кірмейтұғын, сіздердей кезінен бастап, ине кірмейтін өзіне зиянсыз кезінен бастап, қызларымыз құрақ құрап үйренген. Сонан тігіп барлығын жинап ұзатылуға ол тіккен затларын алып кететұғын болған өзімен. Сонда шымылдығын, дастығын, көпшігін, көрпешесін, көрпесін, сондай тіккен уәжлерінің бәрін өздерімен қосып әкететұғын болған, өздері тігетұғын болған қызларымыз. Енді айланып келгенде осы заманға келейік, қайтайық. Бұл заманда да жаман емес. Жастарымыз тігіп атырыпты, өнермен боп атырыпты, бұны табыс көзіне айландырып атырыпты. Қалеген құрақларды интернетлерден көріп, үйреніп, сатып, бұйыртпа алып тігіп отырған жастарымыз да бар. Неке өзіміздің жастарға ұстаған жастар сөйтіп іслеп атырыпты. Мынау некені білесіз ғой? Қолба. Бұл бесіктің қолбауы. Сіздер кішкентай қыздар білесіз ғой, бесікке пайдаланады, бұны. Бұл нешеу болады, екеу болады. Біреуін не байлайды? Біреуін қолына байлайды, біреуін аяғына байлайды. Мынау некен? Мынау некен білесіз бе? Қане жастар? Тұтқыш. Мен қызларым біледі. Қазан ұстайтұғын тұтқыш, екеулік, жүзі жақсы. Қол кимеу үшін пайдаланады. Мынау некен білесіз бе? Ал. Оқушыларға, жаңа мен айттым ғой, үлкен әжелеріміз қалған құтқан киімлерден тігіп, құрақ қылып, балаларына сомка есебінде пайдаланған деп. Сондай бұл оқушылардың жаңа папка есебі да ішіне кітапларын салған. Мыналар көрпешелер, өздеріңіз білесіз бәрі. Айтып атырсыз ғой, мінекей, қошқар мүйіз деп атырсыз, гүлжайды құрағы деп атырсыз. Осыларды тек бір көрпе төсекке істелінбей, өзіміздің киетін киімдерге де, мәселен, басыңызда тақиларға да салынып атыр ғой. Мәселен, киімге салынуға сол бұрыннан кетірген дәстүр ме, я кейін ала салынды ма екен бұлар деймін да. Бұрын осылардың бәрі көрпе төсекке деп атырсыз ғой, мінекей, неге тұтқышқа салынған, ойма нағысылар, не, мәселен. Бұл орынлы сұрау болды. Рахмет. Енді қошқар мүйіз деп атырсыз ғой, мінекей өзіңе милли нағыс. Бұл ойылған, тауарға ойылып тігілген. Менде де бар, бұл қаспенен терілген. Қошқар мүйіз қаспенен терілген да. Бұл заманауи қазіргі, Ал енді сіздің ер балалардың киімдерінде де қошқар мүйіз мінекей. Мынау қошқар мүйіз нағысы міне. Ойылып тігілген бәрі. Осы нағыслар менен байытылып, киімлерімізді осы айтылған гүлжайды болсын, гүлжайды да бар мінекей мынаның ішінде деп қарасаң, сыртынан гүл жайылып жайнап тұрыпты. Бұл гүлжайды болып, гүлжайлардың құрақларын сәулелендіріп тұрыпты да. Енді осының өзін біз мінекей мынандай қылып, мысалға мен көрсетейін сізге. Міне мынандай қылып құрап, мысалға бір киімге қалт аспатында пайдалансақ, мінекей деп, мынадан қолды тығып деп пайдаланатығын қылып, қалт аспатында да пайдаланып, қазір заманауи сондай киімдер шығып жатыр. Киімдерге осы құрақларымызды пайдаланып жатырды. Сыртқы киімдерге, бәшментілерге, қазір абая деп айтамыз ғой. Сол киімдерімізге осындай қалт аспатында, ямаса арқасына домалақ шегілде домалақ қылып, міне арқаларына қойып киімдердің деп, осындай құрақларды да, осындай құрақларымызды пайдаланып атырыпты қазір. Киімлерге де пайдаланып атырыпты.
Устаз, курак менен кайсы убактыңызда баштап шугулландыңыз? Рахмет, кызым, орынлуу суроо болду. Мен курак курауду 8-9 классларымдан башладым. Сонан азыр ушул убакытка чейин сол курак курап келемен. Өздөрүңүзгө курактын түрлүү нагысларын тигип үйрөтүп атырман. Гүлайым апа, сизге көп рахметтер айтамыз. Міне бүгін кураклар тууралуу көп маалыматтар алдык. Кураклардын мисалы үчүн биздер кандай түрлөрү бар экен билбейтин едик. Көп маалыматтар алдык. Һәм сизге көп рахметтер айтамыз. Жумушларыңызда табыстар тилейбиз. Кош кепсиз меймандар. Ушуну менен бүгүнгү курак өнөрү боюнча шеберлик сабагыбызды жумаклайбыз. Минекей окуучуларыбыз, жаштарыбыз курактын түрлөрү боюнча, курак куруу өнөрү боюнча көп маалыматтарды, жакшы маалыматтарды алды деп һәм түшүндү деп үмүт этемен.